Сәресіде береке бар. Ораза туралы хадистердің ішінде сәресіге тұрыңыздар, сәресіде береке бар деген сүйінші хабар жиі айтылады. Тек Рамазан ғана емес, басқа уақыттарда да нәпіл сүннет ораза ұстар болсаңыз, сәресі асын ішуге ерінбей тұрыңыз. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам уәде еткендей, берекесі болғандықтан сәресін ішу денсаулығыңыздан бөлек дүние тіршілігіңізге, ақыретіңізге де пайдалы болуы ықтимал. Сәресін кешіктіру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде менің үмметім сәресіне кешіктіріп ауызашарға асыққан сайын әрдайым жақсылықта дейді. Яғни сәресіне мейлінше таң намазының кіруіне аз уақыт қалғанда ішіп ауыз бекітуі ләзім. Алла тағаланың рахымына бөленеді. Табараниден жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала сәресіне ішкен құлына рахмет еді дейді. Таңғы ас тәңірден деп бабаларымыз ертеңгі асында рахым мейірімінде де бір Алладан күткен болса керек. Періштелер салауат айтады. Бір құрма болса да, бір жұтым су болса да ішіп ауыз бекіткен жөн. Өйткені хадистерде періштелердің сәресіге тұрған мұсылмандарға салауат айтатыны жөнінде баса айтылған. Оразаны жеңілдетуші. Сәресіне ішкен адам мен ішпеген адамның күндізгі халі екі түрлі болады. Себебі сәресіне ішу бір жағының денсаулыққа пайдалы әрі күндізгі оразаны жеңілдетуші. Хадисте сендер өздеріңе түнгі намазға тұру үшін түсте ұйықтап күндіз ораза ұстауларың үшін сәресі ішіп көмектесіңдер делінген. Құрма жеу. Рамазан айының негізгі атрибуттарының бірі құрма. Оның пайдасын көпшілік жақсы біледі деген сенімдеміз. Құрманың құрамында адамға күні бойына қуат беретін дәрумендердің бары әлдеқашан дәлелденіп қойды. Ал сәресіге құрма жеуді өсиет еткен Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам құрма сәресіге нендей жақсы деген екен.